Biz әжеге бір қызықты сұрақтар қоямыз. Дайынсыз ба әже? Иә. Әже қоя береді. Так, бала күніңізде ең жақсы көрген ойыныңыз қандай еді дейді? Бала күнде ең жақсы көрген ойыным. Аха. Соны білмейді едім жас кезімде. Ойна енді кішкентай кезінде есік алдында ойнайтын ойындарыңыз болады. Қуыршақпен ойнайтынбыз. Қуыршақпен ойнайтынбыз. Сол ма еді ең күшті ойыныңыз? Ең күшті ойынымыз. Андай ше скакалка секіру деген болып па еді? Болды. Резинкамен секіру. Болды, оның бәрі болды. Жас кезде қорған үшін тазалап, соны сыпырып, соның ішінде ойнайтынбыз. Қорған ішінде ойнайтын. Қорған ішінде ойнайтынбыз. Қуыршақпен ішін. Қуыршақпен ойнайтын. Қазіргі заманның қай нәрсесі сізді ең қатты таң қалдырады? Қазір 21 ғасыр не сізге қатты таң қалдыратын? Ойбай, мынандай біздің кезімізде жоқ еді ғой деп айтатын нәрсе. Біздің заманымыз қазіргі заман тең емес ау деп ойлаймын. Қазіргі заманда 21 ғасыр ғой енді. Бәрі бар, бәрі не. Соның өзінде жастар өзінің ойдағы несіне қандай не мысалы неғып жатыр мысалы жауапты іс алмайды да. Жауапкершілік алмайды ма? Жауапкершілік алмайды, иә. Жауапкершілік. Көпте жауапкершілік алмайды. Қазір жастар біздің уақытымызда енді ол жауапкершіліктің өте көп болған. Анамыз, әкеміз не айтса, соны сол қалыпта жүретінбіз біз. Мен өзім 21 жасында үйлендім. Сонда сіз қазіргі мен бұрынғы салыстырыңыз, қазіргілерде көп жауапкершілік жоқ сияқты, иә? Жауапкершілік жоқ сияқты. Жарайды, дальше кетті. Егер жастық шағыңызға бір күнге қайта барсаңыз, ең бірінші не істер едіңіз? Ең бірінші Жас кезіңізде, әлі тұрмысқа шықпаған кезіңізде. Ой, оқып, білім алып, биікке көтерілер едім. Оған жағдайым келмеді. Өміріңіздегі ең бақытты күніңіз қай күн болды? Ең бақытты бір сезінген өзіңіз. Балалық шақ. Балалық шағыңыз, е? Осымен сұрақ аяқталды. Друзья, всем большой привет. Ну что ж, я выехала на день рождения моей Анельки, вечно молодой, красивой, мудрой, шикарной женщины. Ей сегодня исполняется 45 лет, а по ней и не скажешь. Будем отмечать в компании подруг. У нас два повода. Первый, конечно же, это день, когда Аналя появилась на этот свет, за что огромный рахмет ее родителям, потому что у меня появилась очень близкая моя подруга, человек, с которым я могу посоветоваться, с которым могу поговорить, с которым могу просто помолчать. Рахмет. А еще Анеля купила квартиру. И мы все никак не могли собраться на новоселье, поэтому у нас сегодня два повода, которые мы будем вот так вот прям отмечать. Сегодня вообще утро такое началось у меня достаточно тихое, спокойное, сама с собой поговорила, какие-то слезы благодарности, инсайты.